Қыстың қамын жаз ойла демекші, көбіңіз қыстық сыртқы киім сатып алып үлгерген шығарсыздар. Ал егер әлі алмасаңыздар, төмендегі сән үлгілерін ескерулеріңізге болады. Дизайнерлер суық кезеңге барлық қыз-келіншектер үшін жұқа курткадан бастап әдемі, сәнді әрі жылы тондарды ұсыныпты. Бұл сезонның трендтерінің бірі бұл металлик түсі. Бұл паркалардан бастап, яғни шубалар болсын, жаңағыдай фриз оверсайз деді қой, сондай үлкен размерлі жаңағыдай сыртқы киімдер, яғни пуховиктер болсын, сондай жаңа түстес, металлик түстес сыртқы киімдердің барлығы бұларда бізде трендте. Курткасыз қыс болмайды әрине. Бұл жолғылары шексіз сан алуан әмбебаптығымен ерекше. Неон түсті әрі жылтыр келетін сырт киімдерді қала сыртына шыққанда демалуға кисеңіз, сіздің сәнді көрінетініңіз анық. Сондай-ақ серуендеуге арналған ұзын велюр маталы курткалар да трендте. Оны киіп, сіз күнделікті тіршілікті тоңбай жалғастыра аласыз. Ол сіздің жеңіл әрі жылы жүруіңізді қамтамасыз етеді. Капюшоны бар сырт киімдердің жағасына аң терісі жиектеліп тігілгенін алсаңыз, қыз баласына тән нәзіктікке ие боласыз. Ал оверсайз курткаларды таңдағанда? Негізі биыл трендте сыртқы киімдер өте алуан түрлі. Олардың ішінде жаңағы жасанды теріден жасалған шубалардан бастап пуховиктерге дейін. Әрине ондай өзіңізден бір-екі размерге үлкен пуховиктерді таңдаған кезде ондайда абай болу керек. Өйткені мысалға өзіңіздің дене пішініңізге қарай таңдасаңыз пуховиктерді, сол кезде әдемі үйлесіп, сондай әдемі тартымды көрінеді. Кейде енді ондай ережелерді сақтамай, өзіне жаңағыдай оверсайз жаңағыдай пуховиктерді таңдап жатқан кезде бір-екі размерге емес, енді 3-4 размерге үлкен кейде таңдап жатады, ол тіпті күлкілі көрінеді. Сондықтан ондай таңдау жасардың алдында абай болу керек. Әдемілік пен нәзіктікті сүйетін қыз-келіншектеріміз үшін дизайнерлер жақсы тырысқан. Себебі қазіргі таңда құндыз томдардың түр-түрі бар. Биыл ең қарапайымы классикалықтан бастап принттелген ашық түсті тондарға дейін трендте. Ал пішініне келсек, оверсайз стилінде, яғни кең, бос тұратын тондар сәнде. Қазір шуба шығарушылардың да трендке сүйене отырып, әртүрлі принтта шығарып жатыр. Ол деген жаңағы жануарлар принтті шубалар, клетка болсын, түрлі түсті түстердің жаңағындай комбинациясы қолданылған шубалар болсын. Осының ішінен айта кететін жағдай жануарлар принтті шубаларға келетін болсақ, көбісі бұл шубадан жағы киюге қашқақтап жатады. Сәнгерлер әдемі қыздардан шабыт алады. Осы қысқа сән мен ыңғайды бірдей қажетсінетін қыздар қуана берсе болады. Ал сіз маусымға арнап қандай сырт киім таңдадыңыз?